Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін медовик тортын пісіреміз. Алдымен корждарын даярлаймыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 200 грамм қант, 100 грамм сары май, 2 ас қасық бал, 1 шай қасық сода, 400 грамм еленген ұн қажет. Алдымен 2 жұмыртқаға 1 шымшым тұз және қантты қосып, миксермен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Жұмыртқаға бал мен сары майды қосып, араластырып, оны газға қоямыз. Газға қойған уақытта үздіксіз араластырып отыруымыз қажет. Бал мен қант толық еруі керек, бірақ бұл массамызды қайнатпаймыз. Қатты ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Осы массамыз қатты ысығаннан кейін газды өшіріп, оның үстіне соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде сода реакция беріп, көпіруі тиіс. Осы массамызға ұнымызды елеп отырып қосамыз. Ұнның барлығын бірақ қоспаймыз, тек жартысын ғана қосып, лопаткамен араластырып, ұнның жартысын қосып аламыз. Қамырымыз видеода көрсетілгендей етіп, сұйық массаға айналу қажет. Келесі кезекте қалған ұнымызды нан жаятын орынға сеуіп аламыз. Одан соң сұйық қамырымызды осы ұнның ортасына төгіп, корждарымызды осы жерде илейтін боламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағын бүге отырып, яғни ұнмен араластырып отырып, нан жаятын орында илеп аламыз. Қамырымыз иленіп дайын болған уақытта қолыңызға жабысып тұруы мүмкін, бірақ рецепттен көп мөлшерде ұн қоспаңыздар, себебі корждарыңыз піскен уақытта қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырымызды біз холодильникке қоямыз. Сондықтан ол холодильниктен шыққан уақытта жаюға өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын болады. Иленген қамырды біз бірнеше бөлікке бөліп аламыз. 8-10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Тарелканың үстіне ұн сеуіп, болашақ корждарымызды дөңгелектеп күлшелеп, оны тарелканың үстіне орналастырып, оның бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Бір сағаттан соң корждарымызды пісіретін орынды ұнмен аздап сеуіп аламыз. Яғни корждарымыздың барлығын бірден пісіретін орынға тефлоновый коврик немесе пергамент қағазын үстіне жаямыз. Корждарымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Мен 20 сантиметрлік форманы пайдаландым. 20 сантиметрлік форманы осы жаймамыздың үстіне қойып, жан-жағын кесіп аламыз. Жан-жағын алып тастамаймыз, ол осы коржымызбен бірге піседі. Кейін оны үгітіп, тортымызды сәндейтін боламыз. Коржымызды міндетті түрде пісердің алдында вилкамен тесіп шығамыз. Бұл корждарымыз жұқа болғандықтан өте тез піседі. 170 градуста қызып тұрған пеште 5 минут көлемінде пісіреміз. Бір коржымыз пісіріп жатқан уақытта екінші коржды пісіріп алсаңыз болады. Корждарымыз жаңа піскен уақытта өте жұмсақ болады. Бірақ әбден соған уақытта кішкене қатаяды. Крем-пломбир даярлаймыз. Ол үшін бізге 400 мл сүт, 180 грамм қант, 1 дана үлкен жұмыртқа, 200 мл сливки, 33%, 100 грамм сары май және 3 ас қасық кукурузный крахмал қажет. Алдымен бір ыдысқа жұмыртқа, қант және крахмалды қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сүтті ковшқа құйып аламыз, содан соң оны газға қоямыз, қайнағанға дейін жеткіземіз. Ыстық сүтті ақырындап аз-аздан осы жұмыртқамызға құямыз да венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Менің жұмыртқа араластырған ыдысым кішкентай болғандықтан сүттің барлығы сыймай қалды. Сондықтан мен осы ыдыстағының барлығын ақырындап отырып сүтке құйып алып, оны венчикпен жақсылап араластырдым.
Осы араласқан массамызды газға қоямыз. Араластырып отырып, әбден қоюланғанға дейін жеткіземіз. Әбден қоюланған ыстық массамызға сары майды қосып, венчикпен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Осы массамыз комната температурасында аздап суығаннан кейін, оның бетін пищевая пленкамен орап, толық суығанға дейін холодильникке салып қоямыз. Отыз 33% сливкиді әбден қоюланғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Осы сливкиге заварной кремімізді қосып, оны миксермен әбден біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Тортымызды құраймыз. Мен тортымыздың жан-жағы болғанбас үшін фольгамен төсеп қойдым. Корждарымызды қойып, оның үстіне кремімізді барлығына бірдей етіп жағып аламыз. Кремді жаға отырып, барлық корждарымызды құрап шығамыз. Корждан қалған қиындылардың барлығын оқтаумен үгітіп аламыз. Осы үгінділердің барлығын торттың бетіне жан-жағына сүйіп шығамыз. Торт дайын болған уақытта астындағы қағазды алып тастаймыз. Осы тортымызды крема әбден сіңуі үшін холодильникке бір түнге жібереміз. Осымен өте дәмді тортымыз дайын. Міндетті түрде даярлап жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.